Балалар, бүткіл сабақ аяқталды. Сендер қай сабақтан қанша шықсаңдар да маған бәрібір, сендерді көтеріп істемеймін. Только Лунар апай ғана көтеретін шығар, мен бірақ көтере алмаймын өзім сабағымнан. Сосын қазір сабақ аяқталды, енді сендердің андай не ойнайтын уақыттарың келді. Енді бүткіл тез 5 минуттың ішінде киімдерді ауыстырып, ана сумкаларыңды қойып, бірінші этажға барып ойнай беріңдер, түсініңдер ма? Мен қазір сендердің арттарынан барамын. Өздерімен ойнай кетпеңдер, басқа жаққа. Только осы дорда ғана ойнайсыңдар, түсініңдер ма? Аға, жарайды. Бол енді. Ой, осы апай не үшін 5 минут қана береді? Енді біз 5 минуттың ішінде бүткін дайындалып үлгермейтін жармыз. Үлгереміз ғой, нап-нормально бүткін үлгеріп жүрмін мен. Енді сен үлгересің. Жарайды, енді киімімізді ауыстырайық. Міне киімді ауыстырып, мен тез кеттік. Аха, кеттік. Ана, кім? Ағылшын апай вообще, который Айжан апай маған уже надоел. Хотя бы 5-ке көтеріп салса, несіге кетеді? Қатты жаман оқымаймын ғой. Ту, мен айтса вообще мен 3-ке оқимын сабағымды. Енді сен просто неге жақсы оқисың, просто сен ана дұрыстап киінсең саған апай айтады. Мен дұрыс киініп жүрмін ғой енді. 5 минут беремін, дейді ғой. Туй, осы бар ғой, тез 18-ге толып кеткенге кетеді, тез өзіме новый телефон алғым келеді, новый өзіме косметикалар алғым келеді, вообще боянуға да болмайды. Вообще боянамайсың, косметикам бір тинтім да жоқ менің, тенім де жоқ. Вообще косметика жоқ менде, телефон да жоқ, айфон да жоқ, даже оппа жоқ, ештеңе жоқ менде. Енді не істеймін? Тез кету керек 18-ге толып. Ойбай, 18-ге толып байға жарайды, кеттік. Ойнаңдар енді өздерің. Осы жаққа кигеннен бері осыған ойнай береміз, басқа дым істемейміз. Мен де уже атпен ойнаудан шаршадым. Атпен осылай ойнаудан да шаршадым. Осыдан үштіп отырудан да шаршадым. Отырайған дегеніміз. Балалар, ойнамайсыңдар ма? Не үшін? Отырсыңдар бір орында, ойнаңдар. Апай, біз уже үлкейдік. Біз бұрынғы 5 жастағы бала емеспіз. Біз енді 5-тен беліміз шықты. Біз енді ондай ойындарға қызықпаймыз. Біз енді агуша жемейміз. Біз енді сүт ішпейміз. Біз енді өзіміздің миымыз, есіміз кірді. Енді қайтем, маған бәрібір. Мен сендер мамаларың емеспін. Кетіңдер ме? Балалар, мен қазір сыртқа шығып келем, оғанға дейін осында отыра тұрыңдар, ойнап жарайды ма? Аха, жарайды. Енді ешқайда кетпей тұра тұрыңдар. Қыздар, маған бір ой келіп тұр. Давайте бетеміз. Осы жетімдер үйінен қаш кетеміз. Құмашы, қазір бәрібір. Құмашы, сен не айтып тұрсың? Вообще, ұсады бізге. Бізді байқамай қалады. Қазір қашамыз ба? Жоқ, конечно. Қазір ана Айжан апай по-любому ұстап қояды. Ертең Лунар апай болады, соға де Лунар апай бізге бүткін рұқсат ете береді ғой. Лунар апай кет қалған кезінде біз кет қаламыз өзіміз. Сосын ол бізді іздеп жүреді, түсініңдер ма? Киімдерінде бүткін бүгін түнді жинақ қойыңдар, түсініңдер ма? Біз реально қашан деп атырмыз ба? Құмандар ше, ана ұрсады апай. Ту, мен келіспеймін бұл ойларыңмен. Мен тез жүре алмаймын. Мен қазір енді ойлаңдаршы, біз қалай қашамызда, қайда барамыз, болмыздар сияқты. Сол ана көшеде жүреміз ба, оданша осы жақта осы үйде бола берейік. Маған бәрібір. Не? Болмыз болсақ та, басқа болсақ та бәрібір маған. Мына үйде қалым келмейді, ағылшынша жемеймін. Мен сүт ішпеймін. Мен косметика табуым керекпін, тез тоқ табуым керекпін. Сен осы басың істей ма, Айжан? Сен косметика, телефон табу үшін саған ақша керек. Ақша болу үшін жұмыс керек. Жұмыс болу үшін 18-де толуың керексің. Ал сен 18-де толған жоқсың. Ой, Мержан, сен сен ақылдысың. Прем, сен ақылдысың. Бірақ та сен ақылды болғаның маған жарамайды. Маған болды. Енді бір кішкентай, біз қатты слишком кішкентай емеспіз ғой, кішкене жұмыстар жасасақ болады ғой. Сондай жұмыстарды жасап ақша тапсақ болады.
Маған бәрібір сен Мержан істесе мен істемеймін, Мержан істесе мен де істеймін. Жарайды, болды. Бүгін қазір так балалар, мен келдім. Енді не әлі ойнамай отырсыңдар ма? Жарайды балалар, онда ақыры ойнамайсыңдар, ойнайтын уақыттарың аяқталды. Сендерге енді 5 сағат бойы осылай қарап отпайсыңдарым сендердің беттеріңе. Болды, үйлеріңе қайтыңдар. Үйлер ана әркім өзінің комнатасына кірсін, сосын барып, ешкім бөлмесінен шықпасын, түсіндіңдер ме? Аха, жарайды. Сен бірінші рет жарайды деп тұрсың. Жарайды енді. Біз шынымен басқа мектепке, басқа жаққа кетіп қалайын деп отырмыз ба? Ақырын сөйлесейші, немене? Ақырын сөйлемейсің ба сен? Жарайды енді қазір. Ана қыздардың айтқаны болсын, жарайды енді солардың айтқанын істейміз. Киімдерімізді жинап тастайық дейсіз. Мына кітабымды алып алайын, ручкамды алып алайын, мына киімдерімді алып алайын. Сонымен дәптер кітабын сатса кете маған барып, ол жаққа барып оқимыз ба десе? Ол жаққа барып оқымаймыз біз әрбір. Кім оқытады біз ол жаққа барып? Жарайды, болды. Болды, біз дайынбыз уже. Енді ертеңді күту керек. Енді біз ертең қандай күн болады екен? Жарайды енді. Ертең біз кетеміз, соған киімдерімді жинап тастайын. Маған енді блокнот керек, ручка вообще керек емес. Енді мен бүгін ертеңнен бастап сабақ оқымаймын. Так, енді осы менің модный киімдерімді бүгін алып кетуім керекпін. Қойшы, бұл сенің киімдерің ғана емес қой, менің де киімдерім ғой бұл. Маған бәрібір. Екеуміздің киіміміз болса да, онда екеуміздің алып кетеміз. Сол енді сабақ киімді де алып кетейін. Ертең қандай киім киіп кетсем болады? Так, ертең соңғы күн ғой, бәрібір Гүлнар апай андай көйлек кигізуге рұқсат етеді, сол үшін мен осы көйлегімді ертең кием. Жарайды, өзің біл, көйлек кигің келсе кие бер. Так, осымды да салып алайын. Одан кейін осындай фотограф мен емес қой, тағы ұрсатын шығар. Так, осы кепкамды ертең киіп кетемін, сол үшін тұра берсін. Мен дайынмын, болды. Ал мен не алып кетсем болады? Мен сабақ, мен бұларымды алып кетемін, себебі ол жақта шымпыста мен осыларды бояп отырсам болады. Болды. Біз ертеңге дайынбыз. Енді мен ұйықтаймын, қазір кеш болайын деп қалды уже түн батты. Сол үшін мен ұйықтаймын. Мен де ұйықтаймын онда. Так, компьютерде не бар? Компьютер істемей қалған айтпақшы. Жарайды, ұйықтайын мен. Аха, ұйықтайық. Қыздар әлі тұрмапты, жарайды енді. Қыздар, тұрыңдар, қыздар. Ау, апай, кешіріңіз апай, біз тағы да ұйықтап қалыппыз. Біз тағы да ұйықтап қалыппыз. Болды, жарайды, ештен кетпейді. Тағы ұйықтай қалғың келе ме? Жарайды, ұйықтай беріңдер. Мен просто айтқанмын ғой, келгенмін ғой, бәрі жақсы ма деп. Жоқ, апай, біз ұйқыңыз келмейді. Апай, бүгін сабақ өтпей сразу ойнай берейікші. Не үшін? Просто жоба бітті, сабақтар да бітті, пожалуйста. Жарайды, онда қазір ойын киімдерді киіп алыңдар. Қазір біз андай ойнайтын боламыз ана жақтан. Аха, жарайды, рахмет апай. Аха, жарайды, мен сендерді бірінші этажда күтемін ғой. Жақсы болды, бізге рұқсат етті. Енді біз сумкамызды дайындап алайық. Так, мен розовый көйлегімді киемін. Розовый киімді кием ба? Маған жарасса ма осы розовый көйлек? Айтшы, шыныңды айтшы. Так, или осы көйлегімді, осы бомберімді кие салайын ба? Или осына киейін ба? Или осыны туық қойшы. Біз қазір шыққан кезінде көйлекпен оратылып жүрмесін шығарсың. Бомберімді кие сал, или басқа киімді ки. Жарайды, бомберімді киемін. Бәрін. Сен же киіміңді ауыстырмайсың ба? Жоқ, мен киімді ауыстырмайтын шығарым, или ауыстырам, білмеймін даже. Ана көк жемпірді берші маған, көк жемпір бар еді ғой бір. Ма? Осыны кием, болды, басқа ештеңе киемін маған. Сән демеймін мен вообще. Болды, онда кеттік, астыға түсейік. Так, мына ұлдар да тұрмапты ғой әлі. Жарайды енді. Ұлдар тұрыңдар, Жанат, Мержан, тұрсаңдаршы енді. Түскен ұйықтай бересіңдер ме? Апай, кешіріңіз, мен ұйықтауды, тұруды ұмытып кетіппін. Мен де ұмытып кетіппін, апай. Бүгін балалар сразу ойнаймыз, тамақ ішпейміз, тамақты сосын ішеміз. Қазір сразу ойнайды екенбіз. Не үшін, апай?
Қыздар айтты сөйтіп, жарайды, жүріңдер астыға түсіп, киімдеріңді дұрыстан киіп жүріңдер. Жарайды. Біз онда киімдерімізді. Ой, қазір біз ойнайық болса, онда қашамыз ғой. Иә, қашамыз, қыздар сол үшін айтқан шығар. Иә, онда мынандай сумкаларымызды ұстап алайық, кеттік.